Жігіттер, әңгіме былай. Кеше мына өзімнің бауырымыз бар, маған іні болып келеді, өзім жақын сондай бауыр інім. Бапкер Мирас Масабаев деген спорт шебері Қазақстанның, қазіргі уақытта бапкер. Соның баласы шәкірті сол бапкердің атына кір келтірген. Ол не только бапкердің атына, ол бүкіл сендер сияқты бокспен айналысып жүрген балалардың артына кір келтірді. Қандай жолмен кір келтірді? Білесіңдер ме? Мен сендерге айтып берейін қазір. Ол баламыз боксқа келіп жүрген 2009, 2008 ба, 2010 ба, 9-10 класс оқи ма, білмеймін әйтеуір мектепте оқиды. Короче, бокске барып жүреді. Мирас ағай, ол да мен сияқты ағай ғой. Біз сендерге үйретеміз, жангеміз өреміз. Сөйтіп ол, оказывается, 90-шы жылдарғы архивті қосып алған екен де ол. Талапкерді типа 90-шы жыл болып жүрді екен де ол балаша. 2009, 2010, 2008 ғой сендермен жаста. Сөйтіп балаларды барады екен де, бір баланы бір кішкене жуастау баланы тауып алған, кішкене нәзіктеу баланы. Соны груз еткен болды, короче. Ақшаға, счетқа қойған, короче. Балалар, не дай Аллах. Қазір сол бала тиктокта хит болып жүр. Комментарий оқысына машқара. Қазақтарда негізі ата-аналар енді түсінемін енді. Жүрек ауыртатындай видеода тиктокта жүрді. Бұрады ана бала жатып алған жерінен ұрады да енді. Енді екеуі де қазақтың баласы ғой. Сонда айтайын деп отырмын, комментарий ата-аналар неше түрлі нәрсені жазып жатыр да. Примирениеға бармаңдар, мынаны соттау керек. Бұл бала боксер екен, боксқа қатысқан балалары осындай хулиган болады, боксқа қатысқан балалардың бәрі айуан болады дейді. Көрінді ме? Бір бала қанша боксерлардың артына кір келтірді. Оны былай ғой, балалар жігіттер жандырмай үшін. Егер де сен әшейін көшеде жүрсең, көшеде төбелесіп жатқан, бір-бірімен жұлысып жатқан, әшейін спортқа айналыспай жүрген балалар толып жатыр да. Бірақ оларды ешкім былай резонанс қылмайды да ешкім. Бір-екі мәрте айтады, потом ұмытып кетеді, забыли все. А тут бала бокске қатысады да, вытащить надо. Боксерларды жаманатты қылу керек. Ойбай, ол боксер деп. Сондықтан мен сендерге айтамын, Мирас деген тренер қазір жүрек ауырып жүргені үшін мысалы, оқушысы үшін жалпы уайымдап жүр да, енді оқушысы ғой. Мен де мысалы балаларды сендерді тәрбиелеп жатырмын. Ертең сендер біреуді барып ұрып, бала мысалы саған ертең күні сені милицияға алып кетсе, участковыйлар алып кетсе, мен қалай жүрегім ауырмайды. Дұрыс па? Значит, где-то я что-то не углядел, где-то что-то я, наверное, неправильно работал вместе с вами. Деген әңгіме ғой. Сондықтан, балалар, мен бұл жерде айтайын деп отқаным, біріншіден, Алла сақтасын. Не дай Аллах, балалар. Боксқа қатысушылар, сендер күштісіңдер. Көшеде жүрген балалардың әлдеқайда мықтысыңдар сендер. Сендер тренировка жасаушысыңдар. Бақашаян өтірік боксер болып жүрсеңдер де сендер әйтеуір бір поставленный бір удар бар, реакция бар, чувство бар кішкене. Физически сендерде күштерің бар, физически күш қуаттарың бар мысалға. Пух, кого-то там, не знаю, уронили, посадили. Такого не должно быть. Не дай Аллах, Алла сақтасын. Услышу, да, балдар? Менің артыма кір келтіретін болдыр, да? Переломаю жігіттер. Вот, перед камерой говорю, переломаю. Анаңа, әкеме лично өзім жауап беремін. Түсіндір ма? Сындырам балдар. Мынау ұрған қолыңды сындырам, сосын аяқтарыңды сындырам. Менікі дұрыс па, Мұхаммед Али? Такого не должно быть, балдар, жандермешін. Сол жа тиктокта ұрған бала, сол ойлаймын, мықты болса біздің залға келмей ма? Мықты болса басқа залға болмай ма? Мықты болса соншама ұрып, анадан ақша тартып алып жатса, содан сол мықтылығы тек асып баратса, жарысқа барып бокс жаспай ма? Дұрыс па? Мықтысың ба? Күштісің ба? Рухың тасып бараты ма? Неға кел? Любойын келдім маған, аға мен тасып бараты мен қышынып атырмын, аға мен бокс жасатын. Олардың біреу бар ма деді, шығарам, пожалуйста, любойын паразам шығарам. Здесь уже анда не было тоже, чисто она, на принцип, уақыт болмайды уже, раунд жоқ. Пока кто-нибудь не упадет, время бесконечное. А у вас там, я знаю, топливо, бактарың, короче, минимальный ғой. 3 раундқа шыдай алмай жүрсіңдер, тоқтамай 1 раунд 2-3 минуттан кейін 4 минуттан кейін өздерінде құлайсыңдар. Дұрыс па менікі? Керек? Так что параздан шыңдар, итке вот спортивный интерес, өз-өздерін дәлелденді, көрсетенді, только здесь, жарыста. Түсінікті ма? Никогда не блатуйте, жігіттер.
Блатуйте на соревновании, блатуйте здесь, в зале. Түсіндер ма? Ешкімге қол көтермеңдер, соны екі бала просто мен сондай ішім ауырған балалар, сендер қазақтар көп емессіңдер, азсыңдар. Біз азбыз қазақ. Біз 100 миллион емеспіз, миллиард емеспіз біз Қытай сияқты. 50 миллион емеспіз, біз даже 30 миллион емеспіз. Ары кеткен 20 миллион. Оның ішінде таза қазақ 13-14 миллион жоқ. Соның өзіне бір-бірлеріңді ұрасыңдар, соның бір-бірлеріне қолдау жасаңдар, балалар жандырмашы, поддержка жасаңдар бір-біріне. Бір-біріңді құрметтеңдер. Міне мына балалар келіп тұрған Азиздың достары, красавчик. Азиздың достары келді. Вот осындай дос болыңдар. Дос көп болса шайтан жылайды дейді балалар. Шайтандарың жоқ болады. Но смотря дос қандай. Егер де сен түкпілеп, жаман жолға итеріп, мынаны шеге салайық, мынаны бүйтіп салайық, скутерге Абдулазиз жүрмені кашиніп қайтайық, сосын 7-8 мәрте жаздап қояйық десе, сондай досың сені жаман жолға итеріп жүрсе, ну, зачем сдался такой дос? Дос деген ол, міне, келді ма? Жүр, Абдулазиз үйге барайық, прогулка жасайық, сен үшін келдік. Сен ағайын жаға бізге әңгіме айтты. Абдулазиз ағайын саған үміт артады. Үйге бар, демал. Телефон шықлама, тикток қарама, қыздарға топ қарама, сөйлеспе. WhatsApp-на кіріп, последний выход WhatsApp түнгі сағат 3-ге дейін отырасың сен. А с такими результатами, с таким дисциплиной, когда ты до 3 часов сидишь, до 3 часов ночи сидишь на сопке, лазишь, ты автоматически не восстанавливаешься, и ты на тренировку всегда будешь приходить вялым. И каждый день у тебя моторика будет подыхать. Ол проблема жоқ. И если основной жасқа пихай келесің, жүрегің стук береді. Потому что ты неправильно отдыхал, режим неправильно соблюдал. Неправильно. Потому что ты до утра там, не знаю, на телефоне шарился, азанға дейін там, білмеймін, қыздарды көрді, қыздармен сөйлесің. Соның кесірінен сен только артқа қарай қаясың. Түсінді ма? Сондықтан бір-біріңе мықты дос болыңдар, бір-біріңді жақсы жаққа қолдайтын, жақсы жаққа итеретін, бір-бірлеріңді көтеретін, ешқандай арамшыл, жамансыз, ойсыз. Боксерсың ба, ақылыңды айтып жүр, қолың шуаты ма, залға барайық, тренировка жасайық. Мықтысың ба, сонда дәуге. Менікі дұрыс па? Алла сақтасын жігіттер. Никогда мен артыма кір келтірмеді, никогда жігіттер. Мен никогда сендерге кешірмеймін. Түсінді ма? Сендер справедливый болу керексіңдер. Сендер мықты болу керексіңдер. Мықты деген сөз ол біреуді ұрып құлату емес. Мықты деген сөз ол мейірімді. Мықты деген сөз ол күшпейіл. Мықты деген ол әлсіздерге жәрдем беру. Мықты деген ол адал болу. Мықты деген ол жігіттік затыңа, артыңа сай болу. Мінекей, мықтылық деген осыда. Түсінікті ма? Жігіттер, отлично. Так что, бүгінгі жаттығу аяқталды. Молодцы. Алла амандық берсе, Құдай қаласа, келесі жаттығу работаем в парах. Перчатка, шлем, бәрі болады болсын. Жақсы ма? Бүгінгі жаттығу аяқталды. Жылы жүзінде, аяқтарың жылы болсын, тұттарың жылы, тренировочный носкиден бастап, трусиден бастап бәрі сменный болсын. Мұздай немен кеп қалмаңдар, Құдайға шүкір бәрі сендер үшін әледі бар, фем бар, не бар, бастарыңды кептіріңдер, денелеріңді кептіріңдер, денсаулықтарына қараңдар, Абдулазиз, жарысқа дайындалып жүрген балалар, өз-өздеріңе жақсы қараңдар, тура жарыстарында мұздай шауып қалмаңдар, газированы, чипсы, анау, мынау, қыр, жоламаңдар, здоровое питание, тренировка, улучшаем себя, становимся сильнее каждый день, қарақор үйрен. Түсінді ма? Сау болыңдар.